Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен қазір сіздерге пенсияны, яғни зейнетақыны ешкімнің көмегісіз, өз бетінше, қалам қағазсыз, калькуляторсыз қалай есептеуді көрсеткім келеді. Ол үшін сіздер Play Market немесе App Store'дан NPF деген осындай қосымша бар, приложение, соны скачать ете аласыздар. Оны ашасыздар. Мына жерде екі түрлі входпен кіруге болады, ECP-мен кіруге болады, немесе ин және парольмен кіруге болады. Егер сіз бұрын регистрация болмасаңыз, мына жерде регистрация дегенді басасыз, немесе перерегистрация деген басасыз. Ал егер ин мен парольді білсеңіз, соларды тересіз. Егер пароль ұмытып қалсаңыз, забыли пароль десеңіз, сізге телефон номеріңізге пароль келеді, сол арқылы восстановить ете аласыз. Қазір мен инді теріп көрейін кез-келген адамның. Мінекей мен ин мен пароль тердім. Енді войти дегенді басам. Мына жерде бүкіл пенсионный фондтағы суммалар шығады. Осы уақытқа дейін жиналған. Енді астында услуги дегенді басасыз. Сәл астына түсірсеңіз, пенсионный калькулятор деп тұр. Осыны басасыз. Енді мына жерде өте оңай. Сізге тек қана трудовой стаж 1998 жылға қанша жыл жұмыс істедіңіз, соны ғана жазасыз. Мысалы, мына кісі 7 жыл жұмыс істедім дейді, 1998 жылға дейін. Мына жерге бір ғана ай деп қоясыз. Трудовой стаж 98 жылдан кейін деп тұр. Бұл жерде сізге толтырудың қажеті жоқ. База сізге өзі цифрды қояды. Бұл кісіде 20 жыл деп тұр. Бір ай деп жай жазып қояйық. Енді средняя заработная плата в месяц, яғни соңғы 3 жыл немесе кез келген периодтағы ең жоғарғы зарплата алған кездегі жалақыңыздың сомасын жазасыз. Мысалы, мына кісінің ең көп жалақысы 320 мың теңге екен. Сәл астына түсіріп, рассчитать дегенді басасыз. Міне, сізге шамамен пенсияның сомасы шықты. Енді біз білеміз, пенсия негізі 3 пенсияның сомасынан құралады. Ол солидарная пенсия, базовая пенсия және пенсия из НПФ. Солидарная пенсия бұл 98 жылға дейін қанша жұмыс жасадыңыз, сол жұмыс өтіліңізге байланысты беріледі. Базовая пенсия барлық пенсионерлерге беріледі. Және пенсия из НПФ, яғни ресми қанша уақыт жұмыс істедіңіз, НПФ қорындағы пенсионный фондқа байланысты беріледі. Сонда бізді барлық 3 пенсияның қосындысы бізде ортақ пенсияны, яғни бұл бізде 112.790 теңгені құрап тұр. Яғни бұл кісі пенсия ашатын болса, ай сайын 112.790 теңге алады. Енді пенсияны қалай өсіруге болады деген сұраққа жауап берсем, бұл жерге сізде бірден айтайын, солидарная және базовая пенсияны сіздер өзгерте алмайсыз. Мына жерде 40.303, 40.567 теңге деп тұр. Оны сіздер өзгерте алмайсыздар. Сіздер тек қана үшіншісі пенсия из НПФ дегенді өсіре аласыздар. Мына жерде 31.920 теңге деп тұр. Енді үстіне көтерсек, бізде средняя заработная плата соңғы 3 жылда, немесе ең үлкен зарплата бізде 320 мың теңгеді. Біз оны 400 мыңға көтерсек. Мына жерде тағы бір рет қаралайық. Бізде пенсия НПФ 31.920 теңге болып еді. Енді бізде зарплата 400 мыңға өскенде, бізде уже 31 мың емес, 35.603 теңге болды. Сондықтан общая сумма, яғни жалпы сомасы 106 мың теңгеге дейін өсті. Сонымен мен сіздерге ең оңай жолын көрсеттім. Егер осы видео сізге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.